Лауреат международного конкурса Узаир Найманов. Ассаламу алейкум, дорогие земляки, добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать участников и гостей второго всеногайского турнира по вольной борьбе «Степные богатыри». И слово для открытия турнира предоставляется заместителю главы администрации муниципального образования Ногайский район Саитову Эльмурзе Суюновичу. Сыйлы ямағат, аяулы ясылар, құтлаймын мен сізді бәріңізді бүгінгі біздің Ноғай ерімізде, Ноғай шелімізде Теректі мектептің ортағында екінші Ноғай спорт байрамымен шөл палвалар байрамымен сізді құтлауға сүйемін. Атын келді ясылар, сізге бәріңізге Алла саулық берсін. Татым болыңыз.
тірі болыңыз, бір-біріңізге көмек етіңіз, бір-біріңізге ерлер тиеп, тіреп, мұнда болған заманда, басқа жерде жүрген заманда, әрдеймді ноғай-ноғайға тауылып, татым болып, ноғайын атағын, игі атағын шығарған күндер сізге Алла нәсіп етсін. Тағы да сізді құтлаймын, үйрайым сізге спорт үстілікті, саулықты бәрінде, әрі көпте, татымын кепте ойлаймын бүгін bizim байрамымызды өтер деп. Юқтар айтым келеді 9 августта бар Россиядан икон байрам, физкультурлықтар көрін деп. Bizim Terekli Mekteптен икон байрамы өтейік, сонда да болайық күрес, сонда да болайық бокс, тайский бокс, шахматы, футбол, бәріңізді заманыңыз болса шақырамыз, сол байрамға да келмеге деп. Сау болың. Слово предоставляется главе муниципального образования Теrekli Мектеп Баймамбетову Асану Алимхановичу. Аяулы ямағат, аяулы келген қонақтар, қош келдіңіз bizim ауылға. Бұл үйкөн екінші жыл етіле жатқан байрам, bizim ноғайлардың палуан атын тағылған байрамға қош келді айтамын бәріңіз келе. Bizim Terekli Мектеп ауылын ортасында болып тұрған екінші жыл бұл байрам. Сол көрі мен ойлаймын, алдыңғы қарапта, елдан елға bizim яс ноғай келдер қайда болса да шүру байрамға күреспеге, өзін өлерін көрсетпеге келер деп. Келген қонақтар қош келдіңіз, тағы бір айтамын. Бек сүйінеміз, мақтанамыз. Şu bizim яслардың арасында сондай егіт келдер бар, сондай да ақыллы яслар бар. Міне шүйтіп bizim ясларды бәрін бір күнге, бір ерге енап болғанына. Сау болсын bizim организатор яслар. Участниклерге тілегім келеді. Бұл спорт, мұнда еңілген де болар, еңген де болар. Но мен ойлаймын, бүгін келген халық бәрі де еңеді спортта. Сол үшін яқшы ел турнирге. Слово предоставляется имаму Ногайского района Динмухамеду Аблезову. Ассаламу алейкум, аяулы ямаат. Қош келдіңіз бүгін икон байрамға. Мен сіздің бәріңізді құтлаймын. Шушу спорт байрамман. Аллаху Таала бүгін күресті үйретек кетлерге Аллаху Таала қуат берсін. Бірінші орында алмаға Аллаху Таала өзі язған адамдарға сабырлық беріп, ұтылған адамдарға сабырлық беріп, сол бір-біріспен татулық өпті өткен күнді Аллаху Таала насip етсін. Тағы да айтпа сүйемін, bizim ата-бабаларымыздан қалған ақбілек, сол бүгін ақбілек болмаса да күресте қалған bizim бұрынғы Мұхаммад пайғамбардың заманында ол бек күшлі күресеген болған, өзін юутларды болсын, кауырларды болсын, біреуді алдыға шығармай сөйтіп күресетен болған. Сол өнерді де, сол жолды да şu керлерге yorayman. Деметі, тағы да сізді құтлаймын şu икон байрамман. Аллаху Таала бізге бүгін сабырлықпан, қуанып şu байрамды өткермей Аллаху Таала насip етсін. Сау болың. Слово для приветствия предоставляется председателю оргкомитета всеногайского турнира «Степные богатыри», кандидату в мастера спорта по тайскому боксу, вице-президенту молодежного культурного центра ЕДГ Астраханской области Бекмурзей Кудайбердиеву. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хош келдіңіз, айлы қонақлар. Мы рады вас приветствовать на втором всеногайском турнире по вольной борьбе «Степные богатыри». Сегодняшний турнир проводится не только с целью для повышения спортивного мастерства, но и для консолидации всех ногайцев, которые проживают в субъектах Российской Федерации. Хочу отметить, что сегодняшний турнир проводится благодаря нашим спонсорам, компетентным тренерам, молодым перспективным спортсменам и, конечно же, концептуально мыслящей молодежи. Хочу сказать, что хотелось бы, чтобы этот турнир всеногайский по вольной борьбе «Степные богатыри» был традиционным, остался традиционным ногайским турниром для всех ногайцев.
Не имеет значения, где бы это ни проводилось, в Карачаево-Черкесской республике, в Дагестане, в Ставропольском крае, в Астраханской области. Я думаю, дорогие мои друзья, мы должны каждый год это мероприятие проводить. И, естественно, я думаю, что вы со мной солидарны. Знаете, что такие массовые культурные мероприятия объединяют народ и строят новые мосты дружбы и доверия.